Бүгін Сарыөзек гарнизонында, Сарыөзек аудандық пайдалану бөлімінде Таза Қазақстан акциясы аясында көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл көгалдандыру жұмыстарын жүргізу барысында Сарқан ауданындағы Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық паркінен қарағай және жеміс-жидек көшеттерін алып келіп, осы Сарыөзек аудандық пайдалану бөлімінің ауласына отырғызу іс-шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл іс-шара жеке құрамның және артымызда келе жатқан жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беру ретінде іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бұл іс-шараларды алдағы уақытта күзгі немесе көктемгі уақыттарында кезеңдерінде көгалдандыру жұмыстары әлі де жүргізілетіндігі туралы айтқым келеді.